Туындыны табу ережелері тақырыбындағы 14-3, 14-4 есептің шығару жолдары. 14-3 есепте берілгені y тең f(x) функцияларының x0 нүктесіндегі туындысын табыңдар деп берілген. Бұнда 4 есеп берілген. А жағдайында бізде берілген есеп f(x) тең x квадрат жақшаның ішіне x минус 1 функциясы. Осы кезде біз жақшаны ашып алатын болсақ, x квадраты x-ға бөлсем x-ің 3 дәрежесі минус x квадрат x0 тең минус 1-ге. Осы берілген функцияны біз тапқан x куб минус x квадраттан туынды табамыз. Сонда f шірек x тең жақшаның ішіне x куб минус x квадрат, жақшаның сыртында туынды белгісі тең x-тің 3 дәрежесінен жеке туынды тапсам 3x квадрат минус x квадраттан туынды тапсам 2x. Олай болса, осы табылған туындыны x0 нүктесіндегі мәнін қоямыз. f шірек минус 1 тең 3 көбілген x квадраттың орнына минус 1-дің квадраты минус 2 көбілген 1-дің орнына x-ның орнына минус 1. Сонда минус 1-дің квадраты 1-ге тең 3 болады, қосылған минус жақшаның алдында минус бар, және жақшаның ішінде минус 1 бар. Олай болса, минус 2 минус 1-ге бөлсем плюс 2 тең болды 5-ге. Екінші берілген есеп f(x) тең бөлшек алдында 2x қосу 1 бөлімде x, x0 нүктесі тең минус 1-ге. Осы 2x қосу 1 бөлінген x бөлшектен біз туынды табамыз. Сонда f шірек x тең жақшаның ішінде 2x қосу 1 бөлінген x-тан туынды табатын болсақ, бөлшектің туындысының ережесін қолданамыз. 2x қосу 1-ден туынды табамыз, көбейтілген бөлшектің бөліміндегі x минус бөлшектің бөліміндегі x-тан туынды табамыз, жақшаның ішінде 2x қосу 1 көбейтінді бөлімде x квадрат. 2x қосу 1-ден туынды табатын болсам, бұл жағдайда қосындының туындысы 2 шығады жақшаның ішіне, оны жақшаның сыртында x-ға бөлсем 2x болады. Минус x-тан туынды тапсам 1-ге тең, олай болса жақшаны ашатын болсақ, минус 2x минус 1. 2x минус 2x 0 береді, алымда минус 1 қалады, бөлімде x квадрат. Олай болса, берілген функцияның туындысы f шірек x минус 1 бөлінген x квадрат. Осыған енді x0-дің мәнін қойып есептейміз. f шірек минус 1 тең алымында минус 1 бөлімдегі x квадраттың орнына минус 1-дің квадраты. Сонда алымда минус 1 бөлімде 1, минус 1-ді 1-ге бөлсем минус 1 болады. 14-3 есептің бір жағдайында f(x) тең берілген функция 3x көбейтілген жақшаның ішіне x қосылған 1. Бұл жағдайда жақшаны ашып жібереміз. 3x'e x-ға бөлсем 3x квадрат қосылған 3x. x0 мәні тең минус 3-тен 2-ге. Берілген функцияның туындысын табамыз. f шірек x тең жақшаның ішіне 3x квадрат қосу 3x-тан туынды табатын болсам, 3 көбейтілген 2x 6x қосу 3 болады. Осыған x0 нүктесіндегі мәнін қойып есептейміз. f шірек минус 3-тен 2 тең 6 көбейтілген минус 3-тен 2 қосылған 3 тең 3 пен 6 қысқарады, орнына 2 қалады, 2-ні минус 2 көбейтсе минус 4 қосылған 3 тең минус 1-ге. Бұл жағдайында f(x) тең бөлшек алымда x қосылған 1 бөлімде x минус 2. x0 нүктесіндегі мән тең 1-ге. Туындысын табамыз. Берілген функцияның f шірек x тең жақшаның ішінде бөлшек алымда x қосылған 1 бөлімде x минус 2. Туынды белгісі тең бөлшектің туындысының формуласын қолдана отырып табамыз. Сонда алымда тұрған x қосу 1-дің туындысы көбейтілген бөлшектің бөліміндегі x минус 2 минус x минус 2-ның туындысы көбейтілген жақшаның ішінде x қосылған 1 бөлімде x минус 2-ның квадраты. Бірінші жақшаның ішінен 1 шығады, және бұл жағдайда x минус 2 алады. Екінші туынды тапқан кезде бұл жерден де 1 шығады, және жақшаның алдында минус таңбасын ескереміз. Минус x минус 1. Плюс x пен минус x 0 береді. Минус 2 минус 1 минус 3-ге тең. Бөлімде x минус 2-ның квадраты. Осы жерге апарып x0 нүктесінде 1-ге тең мәнін қоямыз. f шірек 1 тең минус 3 алымда бөлімде 1 минус 2-ның жақшаның сыртында квадраты. Бөлшектің бөлімі жақшаның ішінде минус 1 шығады, минус 1-дің квадраты 1-ге тең. Минус 3-ті 1-ге бөлсе минус 3. 14-4 есепте f шірек x үлкен 0-ден теңсіздігін шешіңдер деп a, e, b, v есептері берілген. А жағдайында f шірек x үлкен 0 теңсіздігін орындауымыз керек. Бұл жағдайда берілген функция f(x) тең 18x квадрат минус 7x қосу 1.
осыдан біз әуелі туындысын тауып аламыз берілген функциядан. Ол үшін f штрих x тең шақшаның ішіне 18x квадрат минус 7x қосу 1-дің туынды белгісі тең 18-дің өзі жазылады тұрақты көбейткіш болғандықтан және x квадраттан туынды табатын болсам ол 2x-қа тең, минус 7 тұрақты көбейткіш жазылады, x-дің туындысы 1-ге тең. Қосылған 1-дің туындысы 0-ге тең, оны жазбаймыз. Сонда 18-ді көбейтсек 2x-қа 36x болады минус 7. Бізде туынды тапқандағы өрнек 36x минус 7 болды. Осыны 0-ден үлкен деп аламын. Теңсіздік түрінде 36x минус 7 үлкен 0-ден. Бұл жағдайда белгісізді сол жаққа қалды, белгілі санды оң жаққа шығарамыз. Сонда 36x үлкен 7-ден. X-ті табу үшін x үлкен 7-ні бөлем 36-ға. Біз оны сан үстіне салатын болсақ, 2 бөлікке бөледі. 36-тан x деп отқан белгісіз саным 36-тан 7 деген бөлшектен үлкен. Үлкен болса оң жағы алынады. Плюс қоямыз, сол жағына минус қоямыз. Сонда шешімі жай жақшаның ішіне 36-тан 7 плюс шексіздікке дейінгі аралық. Бұл жағдайында берілген есепте f от x тең берілген функция бөлшек x квадрат бөлінген 2 минус 5x қосу 2. Осы функцияның туындысын табайық. f штрих x тең жақшаның ішіне x квадрат бөлінген 2 минус 5x қосу 2. Туынды белгісі тең x квадрат болған кезде бұл жайда 2-ден 1-ді тұрақты көбейтіш жақшаның сыртына шығарамын және x квадраттан туынды табатын болсам, ол 2x-қа тең. Минус 5 тұрақты сан және x-тан туынды табатсам 1-ге тең. Плюс 2, 2-ден туынды табатын болса, ол тұрақты сан болғандықтан 0-ге тең, оны жазбай қойсақ та болады. Сонда біз 2-ден 1 көбейтілген 2x минус 5-ке. Бұл жерде 2 мен 2 қысқарады, x қалады, x минус 5 деген өрнек шықты. Осы x минус 5-ті 0-ден үлкен деп аламын теңсіздік түрінде және x-ті табамын. x үлкен 5-тен сан үстіне саламыз. Бұл жерде 2 бөлікке бөлінеді. Оң жағы x белгісіз саны 5-тен үлкен болғандықтан оң жағындағы сандарды аламыз, плюс және сол жағындағы сандар минус болады. Шешімі жай жақшада 5-тен плюс шексіздікке дейінгі аралық. Бұл жағдайында берілген функциямыз x-тан f тең 1 қосу 3x минус x квадрат функциясы. Осы функцияның туындысын табуымыз керек. f штрих x тең жақшаның ішінде 1 қосылған 3x минус x квадрат жақшаның сыртына туынды белгісі тең. Жақшаның ішіндегі өрнектен туынды табатын болса, 1 тұрақты сан туындысын 0-ге тең жазбаймыз. Қосылған 3 тұрақты көбейтіш жазамыз. x-тан туынды табатын болсам, ол 1-ге тең. Минус x квадраттан туынды тапсам, ол 2x-қа тең. Сонда бізде 3 минус 2x деген өрнек шықты. Осы 3 минус 2x-ті 0-ден үлкен деген теңсіздікті орындаймыз. Сонда белгілі санды оң жаққа көшірем. Минус 2x үлкен минус 3-тен. X белгісі табу үшін екі жағында минус 2-ге бөліп жібереміз. Сондықтан да теңсіздіктің қасиеті бойынша x кіші деп теңсіздіктің таңбасы қарама қарсы таңбаға өзгереді. X кіші 2-ден 3-тен. Сонда біз сан үстіне саламыз. 2-ден 3 бізді 2 бөлікке бөледі. X кіші 2-ден 3-тен болғандықтан кіші сандардың барлығы сол жағында орналасады. Сол жағын плюске, оң жағын минуске айналады. Осы кезде шешімі минус шексіздіктен 2-ден 3-ке дейінгі аралық болады. Келесі в жағдайында берілген функция f от x-тен 2-ден 1 x квадрат минус 2x қосу 7-тен 6. Осы берілген функцияның туындысын табамыз. f штрих x тең жақшаның ішіне 2-ден 1 x квадрат минус 2x қосылған 7-тен 6. Сыртында жақшаның сыртында туынды белгісі тең. Бұл жерде 2-ден 1 тұрақты көбейтіш жазамыз және x квадраттан туынды табатын болсам, ол 2x-қа тең. Минус 2 деген тұрақты сан, x-ның туындысы 1-ге тең. Қосылған 7-тен 6 деген тұрақты сан туындысы 0-ге тең. Сонда бізде 2-ден 1 дегенде 2 мен 2x-тағы 2 қысқарады, x-ің өзі алады. x минус 2 деген өрнек шықты. x минус 2 үлкен 0-ден шартты орындаймыз, x үлкен 2-ден. Сан үстіне саламыз. 2 бөлікке бөледі сан үстін. X үлкен 2-ден болғандықтан 2-ден үлкен санның барлығы оң жағында жатады. Оң жағын плюс деп белгілейміз, сол жағын минус деп белгілейміз. Шешімде 2-ден плюс шексіздікке дейін жай жақшада.